armısızlar, құрметті достар. Бүгін біз неміс классикалық философиясының көрнекті өкілі Людвиг Фейербахтың антропологиялық философиясы турасында әңгімемізді бастайық деп отырмыз. Людвиг Фейербах неміс классикалық философиясының соңғы өкілі. Канттан бастап Гегельге дейін неміс философиясының өкілдері идеалистік бағыт ұстағанын, Фейербах та өз жолын осы бағытта бастап Heidelberg университетінің теология, дін зерттеу факультетіне оқуға түседі. Бірақ тез арада ондағы дәріске қанағаттанбай Берлин университетіне ауысып, Гегельдің лекцияларын тыңдайды. Эрланген университетінде диссертация қорғап, содан кейін осы оқу орнында приват доценттік жұмыс атқарады. Осы уақыттан бастап Фейербах бірте-бірте Гегельдік көзқарастан ауытқып, материалистік бағытқа қарай бетбұрыс жасайды. Соның нәтижесінде ол анонимді, өз атын атамай түрде өлім және өлместік жөніндегі ойлар деген еңбегін жарыққа шығарып, онда жанның өлместігі жөніндегі діни қағидаға қарсы шығады. Гегельдің философиясының алғашқы негіздерін зерттей келе, Фейербах оның түп тамырының теологияға кететінін айқын көрсетеді. Фейербахтың ойынша, қайсы бір идеализм, соның ішінде Гегельдің философиялық жүйесі де дүниеге деген нәзіктелген діни көзқарас. Табиғаттың алдында өмір сүріп жатқан логикалық категориялар жөніндегі Гегельдің ілімі басқаша сөздермен айтылған дүниені жаратушы идеясы. Ойлауға қабілеті бар пәнделерден басқа материядан тыс өмір сүріп жатқан таза ойлау еш жерде жоқ. Материя рухтан шықпайды. Керісінше, материя рухты тудырады. Адамның ойлау қабілеті ол қандай ғажап болса да, мидың қызметінен тұрады. Табиғат тек қана асқазан шеберханасын жасап қана қоймайды. Сонымен қатар мидың әсем сарайын орнатты. Табиғат рухтың, бейсаналық саналықтың, беймақсаттық мақсаттылықтың алдында өмір сүреді. Фейербахтың ойынша рух дегеніміз, ол іс-әрекеттегі адамның қабілеті, қасиеті, денеден бөліп алып, адамның шектелген және соңы бар өмірінен босатып қаралған рух Құдайға айналады. Мән дегеніміз, ол ұғым ғана, оның адамның денесін құрастыратын сүйектерімен салыстыруға болады. Бірақ тірі адамның денесі, еті мен қаны да бар. Бірақ Гегельдің философиясы тек өлімтікті жеп қоректенетін қорқау сияқты дүниенің қаңқасымен ғана қанағаттанады. Олай болса, философия өзінің қайнар көзін болмыс ұғымынан емес,
нақ болмыстың өзінен бастауы қажет. Онда біз заңды түрде жалпылықтан емес, жалқылықтан бүкіл философиялық ұғымдарды шығаруымыз керек. Өйткені қайсы бір болмыс, ол нақтылы болмыс. Дүниеде болып жатқан бірдене, мынау, анау, болмыс жалқылық пен жекеліктен тұрса, ойлау жалпылықты тудырады. Таным мәселесін қарай келе, Фейербах агностицизмді қатты сынға алады. Оның ойынша түйсіктер бізді дүниеден алшақтатпайды. Керісінше, бізді онымен байланыстырады. Ол сыртқы дүниенің бейнесі. Бұл жерде ол діни терминді қолданып, оны Евангелие, яғни ізгі хабар ретінде түсінеді. Түйсіктер арқылы біз дүние жөнінде хабардар боламыз. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.